Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен хит болған заказдың гүлі болатын песочный слоеный самса әзірлейтін боламыз. Самсаны дайындау үшін бізге экранда көрсетілген заттар қажет болады. Ең алдымен бір дана жұмыртқамыз және бір дана жұмыртқаның сарысына қаймағымызды, суымызды, тұзымызды араластырып аламыз. Қамыр қопсытқышын ұнымызға саламыз. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды алып, осылай қолымызбен үгітіп, үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Егер тоңазытқыштан шыққан сары май болатын болса, теркадан, яғни үкіштен өткізіп жібереміз. Массамызды қамырымыздың үстіне құйып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың июі қанған кезде осылай қолға жабыспайды, бірақ жұп-жұмсақ болады. 15 минутқа тоңазытқышқа целлофан пакетке салып жібереміз. Одан соң жайып бастаймыз. Қамыр жайған кезде ескеретін жайт, екі аяғымыз тепе-тең болып тұрған кезде қамырымыз біздің доп-домалақ болып, әп-әдемі болып шығады. Және де тек қана екі жағын басамыз, ортасын баспаймыз. 50 грамм еріген сары майымызды, не болмаса маргаринімізді жағамыз. Бұл самсаның фишкасы. Осылай маргариннен соң ұнды сеуіп, осылай орап, морозильникке 30 минутқа қалдырамыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасын негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Тек қана фарш емес, картошка қосып жіберуге де болады. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әзірлейсіздер. Енді қамырларымызды 30 граммнан теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Бұл кезде бізден 30 штуктай самса болады. Қамырларымызды осылай ұн себе отырып, қатты жұқа етпей жайып шығамыз орташа қалыңдықта. Қамырларымызды осылай тақтап шығамыз, және де салмасын салып, барлығына бір келкі етіп салуға әрекет жасаймыз. Негізі осылай заказға дайындайтын болсаңыздар, 30 граммнан фаршын бөліп аламыз. Шеттерін осылай басып шығып, бүгіп шығамыз. Бір-екі рет жасаған кезде өздеріңіздің қолдарыңыз икемге келеді. Бұл уақытта духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоюымыз қажет. Мінекей самсаларымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын, не болмаса бір жұмыртқаны жарып, осылай жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қара тимин және де күнжіт сепсеңіздер де болады. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Енді оларды пешке жібере берсек те болады. Осындай 2 лист шығады. Осы рецепт бойынша теңдей самсаларды бөлсеңіздер. Мінекей самсаларымыз дайын, заказ алып, бизнес жасауға да болады. Астарыңыз дәмді болсын.